Енді келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Есептің сызбасынсыз және оны шығар. Енді мұқият оқып алайық. Ғарыш айлақтағы екі байқау алаңынан туристер мінген жеңіл көлік пен автобус бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта шығып, 3 сағаттан кейін кездесті. Автобустың жылдамдығы 15 км сағатына, ал жеңіл көліктің жылдамдығы одан 4 есе артық. Байқау алаңдарының арақашықтығын тап дейді. Демек, бұл әрине 5-ші тапсырма болатын. Ғарыш айлақтағы екі байқау алаңынан дейді. Мысалы, мына бірінші алаң болсын, мынау екінші алаң болатын болсын. Я балалар, содан бір-біріне қарама-қарсы бағытта шықты дейді. Бұлай бір-біріне қарама-қарсы бағытта жеңіл көлік пенен автобус шықты. Яғни оны біз В1, В2 деп белгілейміз. Яғни автобустың жылдамдығы 15 км сағат. Мына жерге жазып қояйық, 15 км сағат деп көрсетіп қояйық. Ал В2-міз, ал жеңіл көліктің жылдамдығы одан 4 есе артық. Демек, белгісіз, ол 4 есе артық. Былайша айтқанда белгісіз. Енді бізге осы екі алаңның арақашықтығын тап дейді. Әрине, S-пен белгілейміз, арақашықтығын тап деп. Енді балалар сендерге түсінікті болу үшін шарт құрықта шығаруымызға болады. Мысалы, айталық В1 тең 15 км сағат. Әрине, В дегеніміз ол жылдамдығы. В2 дегеніміз белгісіз, яғни екінші көліктің несі 4 есе артық В1-дің жылдамдығына қарағанда. 3 сағаттан кейін кездесті дейді, біз сызбамызды да көрсетіп қоямыз. 3 сағат деп. Демек, уақыт 3 сағат деп белгілейміз. Бізге белгісі болады S. Қарама-қарсы бағытта есептеген кезде балалар формуланы білеміз, қашықтықты табу үшін В1 мен В2-нің қосындысын көбейтеміз. Уақытқа қарама-қарсы қозғалыс болғаннан кейін олар екі жақтан келе жатыр. Екі түрлі қашықтықты басып жүретін болғандықтан біз олардың жылдамдығын қосады екенбіз. Енді В1 бізде 15 км қосамыз. В2 бізде 4 есе артық. Демек, 15 пен 4-тің көбейтіндісі 4 есе артық болғандықтан көбейтеміз тыға. Әрине, 15 пен 4 60, 60 пен 15-тің қосындысы 75. Тының орнында бізде 3 сағат. Бірден 3 сағат деп кете салайық. 60, 15, 75-ті 3-ке көбейтеміз. Әрине, ол 225 км. Байқау алаңдарының арақашықтығы 225 км-ге тең болады екен балалар. Олар түсінікті болды деп ойлаймын, қашықтықты табатын кезде жылдамдықтарын қосып уақытқа көбейтеді екенбіз. Бұл әрине қарама-қарсы қозғалысқа берілген формула. Бүгінгі тапсырмалар түсінікті болды деп ойлаймын балалар. Сау сәлеметте болыңдар.